Баршаңызға сәлем. Бүгінгі пайдалы ақпаратымның тақырыбы лавр жапырағының денсаулыққа пайдасы. Лавр жапырағы хош иісі үшін жақсы көретін дәмдеуіш. Дегенмен, ол витаминдер мен микроэлементтердің көзі болып табылады. Дәмдеуіштері бар сөреде лавр жапырағы болмайтын ас үйді елестету қиын. Лаврушка біз жай ғана мәңгі жасыл ағашының хош иісті жапырақтары деп атаймыз. Бұл ет, көкөніс, балық тағамдары мен сорпаларға тамаша әрлеу беретін соңғы жанасу. Табаға салу үшін бір ғана жапырақ қажет, ал бірнеше сәттен кейін одан нәзік хош иіс шығады. Бір жағынан лавр жапырағы біз білетін ең қарапайым дәмдеуіштердің бірі, ал екінші жағынан бұл маңызды адам. Ежелгі уақытта лавр ағашының бұтақтарынан гүл шоқтары жеңіс символы болып саналған. Жеңіске жеткен грек әскери басшыларының, атақты ақындардың және римдік патрицийлердің бастарын безендірді. Айтпақшы, лавр ағашы ұзақ өмір сүреді, оның жасы 400 жылға дейін созылуы мүмкін. Лавр жапырағының пайдасы. Эфир майы лавр жапырағын тамаша антисептикалық етеді. Біздің ата-бабаларымыз жапырақтарды жағып, ауаны дезинфекциялап, лаврушканы тағамға қоса бастағанда, онымен дәмделген ыдыс-аяқтардың ұзағырақ сақталатынын анықтады. Ежелгі заманнан бері ішек ауруларын лавр жапырағымен емдеген, және бекер емес. Заманауи ғалымдар бұл өсімдіктің қайнатпалары мен сығындылары ас қорытуды жақсартатынын және бактерияға қарсы, вирусқа қарсы, қабынуға қарсы, қант диабетіне қарсы және цитотоксикалық әсер ететінін растады. Сонымен қатар, лаврушка құрамындағы компоненттер жансыздандырады, иммундық жүйені ынталандырады, нервтерді нығайтады және эпилепсия мен конвульсияға арналған. Мысалдар келтірсек, лавр жапырағының қайнатпалары мен сығындылары жараларды жақсы емдейді деп түсіндіреді гастроэнтеролог Олеся Армашева. Ал стоматиттен жазылу үшін кейде лаврушканың бір жапырағын шайнау жеткілікті. Лавр эфир майы туберкулез таяқшасының дамуын тежейді. Инфузия, артрит, неврология және бұлшық ет ауруы бар ауыратын жерлерді сүртуге болады. Лавр буындардағы тұзды кетіреді. Лавр жапырағының ерлерге пайдасы. Лавр жапырағының құрамындағы пайдалы микроэлементтер жүрек пен қан тамырларын нығайтады, қан айналымын жақсартады. Лаврушканың бұл қасиеті ерлер үшін пайдалы, өйткені олар көбінесе жүрек тамыр ауруларына бейім. Лавр жапырақтары артеросклероз және ишемиялармен күресуге, деменцияның алдын алуға көмектеседі. Мырыш басқа заттармен бірге сперматозоидтардың жетілуін ынталандырады және олардың белсенділігін арттырады, деп атап көрсетеді доктор Армашева. Қартайғанға дейін бала көтеру функциясын сақтауға көмектеседі. Лавр жапырағының әйелдерге пайдасы. Лавр жапырағы үйдегі косметологияда қолданылады. Лаврушка қайнатпасынан біз бетке безеуге қарсы лосьондар жасай аламыз. Таниндер теріні құрғатады, ал антисептиктер дезинфекциялайды, дейді Олеся Армашева. Сонымен қатар, лавр жапырағындағы А дәруменін де ұмытпаңыз. Ол тек әйел сұлулығы мен репродуктивті функцияның витамині деп аталмайды. Зерттеушілер лаврушка қайнатпалары қайсақтардан арылуға және бас терісінің май бездерінің секрециясын реттеуге көмектесетінін анықтады. Шашыңызды лавр суымен шайсаңыз, олар күшті болады. Сонымен қатар, лавр жапырағы денеден артық сұйықтықты кетіреді және метаболизмді тездетеді, деп қосады дәрігер. Бұл қасиеттер салмақ жоғалту үшін пайдалы. Лаврушка сонымен қатар циститке, гормоналды теңгерімсіздікке, ауыр етеккірге және ауыр менопаузаға көмектеседі. Оның құрамындағы пайдалылық жүйке жүйесін тыныштандырады және токсиндерді кетіреді. Лавр жапырағының балаларға пайдасы.
Лавр жапырағын жұмсақ антигистамин ретінде қолдануға болады. Дезинфекциялаушы лавр қайнатпасында проблемалы терісі бар аллергияға бейім нәрестелерді шомылу пайдалы. Лавр суы бар лосьондар диатез бен дерматит жараларынан туындаған жараларды емдеуге көмектеседі. Лавр жапырағының зақымдануы немесе зияны. Лавр жапырағының қайнатпаларын бақылаусыз қабылдауға болмайды. Ойланбай қабылдау және үлкен дозалар қан кетуді тудыруы мүмкін. Ағзадан сұйықтықтың белсенді түрде кетуіне байланысты іш қатуды тудыруы және тіпті улануға әкелуі мүмкін. Жүкті әйелдер әсіресе абай болу керек. Лавр жапырағының құрамындағы заттардың артық болуы түсік түсіруге әкелуі мүмкін. Сонымен қатар асқазан ішек жолдарының, әсіресе ойық жара, холецистит және панкреатит, жүрек және қан тамырлары, бүйрек және бауыр ауруларының өршуі кезінде дәмдеуіштерді қолдануды шектеу қажет. Қанның ұюы төмен адамдар сақ болу керек. Лавр оны сұйылтады. Құрметті оқырман, егер де пайдалы ақпаратым ұнаса, видеоға лайк басып, төменге пікір қалдырыңыз.